Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар, қаларыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біз hafta sonдағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 45-ші видеомыз екен. 50-ге таяп қалдық уже. Осының алдында біз 44 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Соларды міндетті түрде қарап шығыңыздар, достар. Егер де осы видеоға случайно кіріп кетсеңіздер, сол видеолардың барлығын қарап шығыңыздар. Олар сіздерге пайдасын тигізетін болады. Және де достар, біздің тест сұрақтарыңызды сатып алам деушілер болса, мен WhatsApp номерді комментарийға қалдырып кетемін. Қазір мен ютуберлерді көріп жатырмын, инстаграмда да көріп жатырмын. Айтады да, олар телеграмнан сатып жатқан адамдарға жоламаңыздар, олар алдайды деп. Бірақ ол барлығына айтып тұрғанда айтып жатыр да. Сол телеграмда сататын адамдарды негізі шынайы сататын адамдар да бар. Оны негізі анықтап алуымыз керек. Құр кірдіңіз инстаграмға сұрақты сатып отыр екен, оған енді сенімсіздік танытасыз. Ал біздің официальный YouTube арнамыз бар, бізде барлығы 100%. Біз сіздерге доступ шексіз береміз және 100% гарантия береміз. Сіздерге тесттен өтетіндеріңізге біздің отзывтарды тіпті инстаграм парақшамыздан көрсеңіз болады, достар. Бізде барлығы 100%. Бізде ешқандай алдау жоқ. Менің телефон номерім барлығы жазылған, WhatsApp номерім берілген, YouTube арнам берілген. Мен сіздерді алдасам, мені сіздер оп-оңай тауып аласыздар. Бұл жерде ешқандай алдау жоқ. Мен неге тест сұрақтарын всегда рекламаны жасай беремін әрбір видео сайын. Өйткені достар, көбісі білмейтін адамдар бар. Оларға да көмек тигізіп жіберуіміз керек. Енді әркімде әртүрлі былай басып отырғысы келеді, ал біреу былай жаттап алғысы келеді. Мына басып отыратын сайт мысалға 4,5 теңге бір айға сізге 100% гарантия береді бұл сайтта. Бірақ мен көп адамдар болады, жұмыста жүреді, шаршайды, уақыттары болмай қалады. Бір айда уже қалай өтіп кеткенін білмей қалады. Бір айда 4-5 рет дайындалды, бірақ мен толық дайындала алмады. 4,5 теңгесі күйіп кетеді. Ал біздің тест сұрақтарымыз доступ шексіз және бағасы өте қол жетімді. Арзан болсын, қымбат болсын, негізі ойланып алған дұрыс. Түсіндіре алдым деген ойдамын сіздерге. Және достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің басылған әрбір лайктарыңыз каналдың дамуына үлкен үлес қосатын болады. Және WhatsApp группаларға туысқандарыңызға барлығына таратыңыздар. Ал тестімізді бастайық бүгінгі. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне қиылыста кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Бұл бізде бір бағытты қозғалыс, яғни солға қарай барлық көліктер бір бағытта жүріп жатыр. Енді мына көлікке кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі. Самое главное, оңға бұрылмаса болғаны бұл көлікке. 2. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. 50 км/сағаттан кем емес жылдамдықпен қозғалысы рұқсат етілген жүру жолағын 50 км/сағаттан кем емес жылдамдықпен қозғалысы рұқсат етілген жүргін бөлігін дейді. Әрине бұл жерде жүру жолағын. Дұрыс жауабы. 3-ші сұрақ. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы солға бұрылуға тыйым салады? Солға бұрылуға қайсысы бізде тыйым салады? А бізде тыйым салады, өйткені солға қарай тек қана бағдарлы көлік құралдары ғана жүре алады. Бұл да бізде кері бұрылуға тыйым салып тұр, солға бұрылуға тыйым салмайды. В варианты тоже бізде тыйым салады. Бұл жерде А және В. Қандай жол белгісі ең жақын қиылысқа дейін жарамды болуы мүмкін? Ең жақын қиылысқа дейін дейді бізде. Так. 1 мен 5. Дұрыс жауап бізде. Тура қозғалыс және дыбыстық сигнал беруге болмайды. Бұл жерде ең жақын қиылысқа дейін. Скрин жасап отырыңыздар. Білмейтін сұрақтарыңызды түсіріп алдыңыздар, білмейтін сұрақтарыңызды түсіріп алдыңыздар. Өздеріңізге плюс болады. Бағдаршамның тыйым салатын белгісімен немесе реттеуші тыйым салатын қимылына көлікті жүргізу үшін айыппұл дейді. Әрине, 10 аяқ бағдаршам тыйым салатын белгісімен немесе реттеушінің тыйым салатын қимылына көлікті жүргізу үшін айыппұл. Тупо былай ойланасыздар, бағдаршам тыйым салып тұр, сіздер жүріп кеттіңіздер. Әрине, бұл жерде штраф көбірек болады. Ертең автосонға барған кезде осындай аяқ штрафты білмей жатсаңыздар, тупо логично ойлаңыздар. Егерде солға қарай қиылыстан бұрылып кетті, наған жол берген жоқ, ода штраф аздау, ал бағдаршам болса көбірек болады. Өйткені маңызды ғой ол бағдаршам бізде.
солай ойлап, егерде білмей жатсаңыздар қанша штраф екенін өздеріңіз логикалық түрде ойланыңыздар. Бұрылыста жылдамдықтың жоғарылауымен центрден тепкіш күштің шамасы өзгермейді, жылдамдық пропорционалы өседі, жылдамдықтың квадратына қарай артады. С варианты бізде дұрыс. 7. Көрсетілген жерде сағат 4-тен 5-ке дейін тұруға рұқсат етіледі ме дейді, кешкі. Сағат 4-тен 5-ке дейін. Тыйым салынады, рұқсат етілген айдың жұп сандары күндері ғана рұқсат етіледі. Айдың тақ сандары күндері ғана рұқсат етіледі. Бұл жерде бізде жұп күндері ғана рұқсат етіледі. 8. Тікелей емес жүрек массажы жасалады, кеуденің сол жағына семсер тәрізді өсіндіден 2 саусақ төмен, семсер тәрізді өсіндіден 2 саусақ жоғары. Семсер тәрізді өсінді дегеніміз, ол нәтижеде бізде кішкене шұңқыр болады, адамның төс аймақтарында. Содан бізде 2 саусақ жоғары алып, тікелей емес жүрек массажы жасалады. Ол не үшін жасалады? Егерде адамда аорта дейді ғой, қолқа тамырында тамыр соқпаса, пульсы болмаса, адамда дем болмаса, адамға тікелей емес жүрек массажы жасалатын болады. Оны кез келген адам білуі керек. Кез келген адам талып қалатын жағдайлар болады ғой. Сол кезде өте маңызды. Жеңіл автокөліктің көрсетілген жерде аялдауына рұқсат етіледі ме? Аялдауына рұқсат етіледі, 50 метрден кейін ғана рұқсат етіледі. Әрине, бұл варианты бізде дұрыс. 10-ға келіп қалыппыз. Көрсетілген белгілердің қайсысы тікелей жаяу жүргіншілер өткенің қасында орнатылады? Так, тікелей жаяу жүргіншілер өткенің қасында. Әрине, 3-ші белгі бізде. Бұл вариант таңдаймыз. Оңай сұрақ. 11. Көктайғақта тіркеп сүру рұқсат етіледі ме? Көктайғақта рұқсат етіледі. Ұзындығы 4 метрден артық емес иілгіш тіркеуде ғана рұқсат етіледі. Иілгіш тіркеумен тыйым салынады. Бұл жерде бізде иілгіш тіркеумен тыйым салынады. Белгінің алдында тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі. Егер жүргізуші осы жердің қасында тұрса, рұқсат етіледі. Тыйым салынады. Негізі тыйым салынады. Өйткені бұл тоқтап тұруға тыйым салынады белгісі. Бұның алдында тоқтап тұруға тыйым салынады. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыста қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруы мүмкін? Мына жеңіл автокөлік. Бұған бізде бұл жағдайда қозғалысқа тыйым салынған. Өйткені қызыл жанып тұр, ал қосымша жасыл ол мына оң жақ жолаққа ғана әсер етеді. 14. Тіркеме дейді бұл. Тіркеме. Қозғалтқышпен жабдықталмаған және механикалық көлік құралының құрамында басқарылатын қозғалысқа арналған көлік құралы, жүктерді тасымалдауға арналған көлік. С варианты қозғалтқышпен жабдықталмаған және жүктер мен жолаушыларды тасымалдауға арналған және механикалық көлік құралының құрамында қозғалысқа арналған көлік құралы. С варианты дұрыс сияқты бізде. Ой, бізде қате жауап, құрметті достар. Бізде тіркемеде адамдарды тасуға болмайды екен ғой. Ұмытып кеттім, соны мен тұрдым да С вариантын басып қойдым. Жолаушыларды дегенде дұрыс оқымай қалдым бұл жағдайда. Тіркемеде бізде тыйым салынады адам тасуға. Сондықтан біздің жауабымыз дұрыс болмай қалды. 15. Берілген жағдайда қиыршық тас төселген жолға жеңіл автокөлік жүргізушісі кіруге. Қиыршық тас болса, енді әрине рұқсат етіледі. Сол жақ маневр жасауға сигналы солға бұрылу жарық көрсеткіші болып табылады, немесе қолды төмен түсіру, көтерілген қол. Сол жаққа маневр жасау сигналы солға бұрылу жарық көрсеткіші болып табылады, немесе бүйірге созылған оң қол, немесе сол қолды бүйірге соз шынтағасында бүгілген тік бұрыш жоғары дейді. Сол жаққа сол қол созу, не жанына созылған тік бұрыш жасап, шынтақтан жоғары бүгілген оң қол. Д варианты бізде дұрыс. Жол бер белгісімен қандай жол белгілерін орнатуға болады? Жол бер белгісімен. Енді басты жолдыкін тауып алайық. Бірінші басты жолдық ол 1 мен 2, басты жол. Ал жол бер белгісі 3 пен 4. С варианты бізде дұрыс. Ай-ой-ой. Бізде қате жауап 300 метр. Так, неге оқымай қалды ма? Так, осы сұрақты скрин жасап алыңыздар. Білмейтіндеріңіз. Бізде қате жауап
Келесі сұраққа кеттік. 18. Бізде уже 2 қате. Бұл белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Тұрақ автомобильдерге техникалық қызмет көрсету пунктімен жабдықталғанын, тұрақ эстакада немесе қарау жырасы бар екенін. Әрине В варианты бізде. Бұл жерде ешқандай техникалық қызмет жабдықталмаған. Тік өрлеуде бұрылысты бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Рұқсат етіледі. 100 метрден кем болса тыйым салынады бұл жағдайда. В варианты бізде дұрыс. Келесі 20. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне реттеушінің осы тұрысы оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Әрине тыйым салынады, реттеушіні қолы